Ассалаумағалейкум достар, халдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Ерал және Қазақстан Тауық каналы. Бүгін жем алып келдік. Так, қазір көрсетем. Так, рост для цыплят. Сосын кейін финиш для цыплят. На финиш 2 айлық балапандарға, 2 ай 2 күн болған балапандарға, кучин мен домашний балапандарға. Так, мына жақта бізде бидай мен жүгері. Так, енді қазір бұны қайсыған беретін көрсетем. В общем, достар, тауық қора жақтамын. Міне китайский шелковый балапандарым. Так, міне китайский шелковый балапандарым. Бұларға жаңағы росты беріп атырым. Міне осындай кармушкалық болғанбыз. Короче, көрсетем, осындай кармушкалық қойғанбыз. Бұларға рост беріп атырым. Мына жақтағы отдельно тұрған, жеке тұрған балапандарға, так, светлый брама, кучин и 2 домашний балапанға финиш, жүгері, бидай араластырып беріп атырым. Так, мына жаққа келетін болсақ, мына жақтағы балапандарға, так, қазір бір балапан көзі ашылмай қапты. Жарайды. Так, мына жаққа келетін болсақ, бұл походу шошықпаған ба, бірдемесі бар қойдың. Ана ит неткеннен. Оның алдында видео түсірдім ғой, содан ит неткеннен шошыққан балапан қойдың. Бұларға келетін болсақ, бұларға да рост берем, осындай кармушкаға сеуіп, суларына обыкновенный жай су берем. Кішкене жылып тауып. Так, мына жақтан балапандарға жүгері мен бидай беріп атырым. Бұларға финиш берсем жемейді, жүгері мен бидайға үйреніп алған. Міне мынандай тоже комбикорм берем, шөп берем. Көріп тұрғандарыңыздай шөп тастап берем, витамин керек оларға шөп. Так, енді мыналар осы тауықтарға келетін болсақ, біріншіден осы 4 домашний, өзімнің тауығым, өзімдікі, Адлер и Дакан. Так, бұл тауықтарды сіздер білесіздер, ана жолы видео түсіріп жүрдім. Ана жолы видео түсіріп жүрдім. Қазір көрсетем сіздерге. Так, ана жолы видео түсіріп жүрдім. Осы тауықтармен үлкен тауықтар деп көрсеткем. И мына жаққа осындай отсек жасадық. Мынандай сақта отделение. Осы жаққа отсек жасадық. Мына жақта енді осы отсекте домашнилар болады, ар жағында коқтар болады. Себебі белый кохиндар жаңа көрсеткендер, олар жұмыртқа туып жүр. Міне мыналар. Мына домашнилар да туып жүр, міне. Бір жұмыртқа алып келді уже. Әне бір жұмыртқа алып келді. Оны мына Адлер тауық алып келді. Так, мына жаққа келетін болсақ, осындай жасадық. Короче, әкем екеуміз өйстіп отделять етіп жасадық. Короче, сөйтіп. В общем, сөйтіп жасадық, короче. Так. Мына жақта не шыбын көп десеңіздер, мына жақта көршінің дәретханасы бар, короче. Так, мына жақта белый кохиндарым жұмыртқа басып жүр. Сол себептен осындай отсек жасап отделять еттік. Әне, бір жұмыртқа жатыр уже. Екеуі де жұмыртқалап жүр данный момент. Анау кешен ардынан бастады. Ана мына тауық 25 мамырдан бастап жұмыртқалады, мына тауық 24 мамырдан бастап. Бұлардың халдар бәрі жақсы, нормально, шүкір. Так, солай жұмыртқалап жүр бұлар. Енді осылардың тұқымын жинайым, бұйыртса инкубаторға салам, сіздерге көрсетем. Не балапан шығады екен. Мына әтеші негізі, әтеш өздерінікі емес. Бұлардың әтеші белый кохинхин, мен светлый брама әтеш қостым. Енді қандай тұқым шығады екен көрсетем сіздерге. Мыналар домашнилар, енді бұларға
жексенбі воскресенье не алу керек, атеш барып базардан алу керек, құс базардан барып атеш алу керек. Бұларға вот осыларға барып атеш алу керек. Бір жұмыртқасы Аділердің, осы тауықтың бәрі жақсы. Енді өздеріңіздің құстарыңыз қалай, комментқа жазып кетсеңіздер болады. Бізде бәрі жақсы. Сол. Жарайды достар, сау болыңыздар. Ертең видеолар шығады тағы да. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Ассаламағалейкум, сау болыңыздар.